Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде қазақ тіл сабағынан біз өткен тақырыбымыз есімдіктерді өттік және есімдіктердің түрлері жалпылау есімдігімен таныстық. Енді есімдіктердің ережесін еске түсіретін болсақ, сан есім, сын есім, зат есім есімдердің орнына жүретін сөздерді есімдіктер деп атаймыз. Есімдіктердің 7 түрі бар екен. Міне жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау, болымсыздық және белгісіздік есімдігі. Жіктеу есімдігіне мен, біз, сен, ол деген сөздер жатады, ал сілтеу есімдігіне сол, анау, мыналар. Сұрау есімдігіне кім, не, неше, қанша, қашан деген сияқты сұрақ белгісі арқылы жазылады. Атына сәйкес. Және өздік есімдігіне өз, өзімнің деген сөздер жатады екен. Ал жалпылау есімдігіне барлық, түгел деген сөздер жатады екен. Болымсыздық есімдігіне ештеңе, ешкім деген сөздер жатады екен, еш нәрсе деген. Ал белгісіздікке біреу, әркім, бірдеме деген сөздер жатады екен. Және біз өткен тақырыбымызда жалпылау есімдігіне тоқталдық. Жалпылау жинақтау мағыналарын білдіретін есімдіктің түрін жалпылау есімдігі деп аталады. Жалпылау есімдігіне бәрі, барлық, бар, барша, бүкіл, бүтін, түгел деген сөздер жатады екен. Мысалға, барша жұрт ұйқысын қандырып, жаңа ғана тұрған кез екен. Бұл жерде есімдік, жалпылау есімдігі барша, мінекей астын сызып көрсеттік. Ал енді бүгін біз мамырдың 11-і дүйсенбі сынып жұмысы болымсыздық есімдігі деп күннің ретін тақтаға дәптерімізге жазамыз. Одан кейін бізде жаңа тақырыбымыз болымсыздық есімдігі. Болымсыздық мағынаны білдіретін есімдіктің түрін болымсыздық есімдігі деп аталады. Болымсыздық есімдігіне ештеңе, ештеме, ешқашан, ешбір, ешқандай, ешқайда деген сөздер жатады екен. Мына жерде мысал берілген, көнбеді ешкім сөзіме, әдетіне қарысып деген Абайдың өлеңінен. Бұл жерде болымсыздық есімдігі ешкім. Болымсыздық мағынаны білдіретін есімдік дедік, ешкім. Енді біз ережені дәптерімізге жазып аламыз, мысалды жазып аламыз. Тапсырманы орындау барысында біз болымсыздық есімдігін сөйлемнен табуды дағдыланатын боламыз. Бірінші тапсырмада сөйлемдерді оқы, есімдіктердің мағынасын анықтап сыз дейді. Сенің жақсылығыңды мен ешқашан ұмытқан емеспін. Әрине, бұл жерде ешқашан деген сөз, ол болымсыздық есімдігі деп жаңа ғана айтып кеттік. Мен туған қаламнан ешқашан алысқа кетпеймін дейді. Оны ешкімге де, еш нәрсеге де айырбастамаймын. Отырғандардың ешқайсының батылы жеткен жоқ. Ешбіріне көңіл тоқталмаған. Бек енді өзіне дәмелінің шындап ұнай бастағанын аңғарған. Ол ештеңемен жұмыс жоқ, бір қалыпты жүрісімен жүре береді. Кейде апта бойы, кейде ай бойы ешкім қатынамайды. Қар түнде ғана жауған, ешқандай із көрінбейді. Бұл жерде жаңа сөз жоқ, сөйлемдер түсінікті деп ойлаймын. Және барлығы сендерге не болсын, көмек болсын, барлығы болымсыздық есімдіктер берілген бұл жерде. Тек астын сызып тауып аламыз. Ережені жаттап алсақ, болымсыздық есімдігіне жататын сөздер жаттап алсақ, оп-оңай болады, тапсырманы орындау. Сол сияқты екінші тапсырмада өлеңді көшіріп болымсыздық есімдігін тап дейді. Мынандай қысқа ғана өлең берген. Түнгі аспанға қараймын, жұлдыздарды санаймын, ешбіреуі солардың сөнбегенін қалаймын дейді. Бұл жерде біз болымсыздық есімдігін табамыз. Біреуі ғана берілген, соны тауып алыңдар. Оңай тапсырма. Үшінші тапсырмада жаңылтпашты тез оқып жаттық дейді. Бір қыз кесте тікті, кестесін түсте тікті, кеште тікті. Бұл жерде ешқандай есімдігі жоқ, тек жаңылтпашты көшіріп жазамыз да жаттап аламыз. Бір қыз кесте тікті, кестесін түсте тікті, кеште тікті. Ал төртінші тапсырмада, бесінші тапсырмада сөйлемдерді оқы, есімдіктерді тауып, астын сыз олардың түрлерін анықта дейді. Бұл жерде жалғыз не берілмеген, болымсыздық есімдігі берілмеген, сонымен қатар жалпылау есімдігі де берілген екен. Ол ешқашан ренжімейді, оны барлық достары сыйлайды. Әйгерім ештеңе ұмытқан жоқ. Болат бәрімен тіл табысады. Бүгін барлығы демалысқа шықты. Дәулет бүкіл достарынан кешірім сұрады. Біз кешке таман қалаға жеттік. Мен Көкшетаудан жүрдек пойызбен келдік. Сіз қайдан келдіңіз дейді.
міне ол ешқашан ренжімейді деген кезде ешқашан ол бізде болмыстық етістігі. Екінші сөйлемде оны барлық достары сыйлайды. Барлық деген ол жалпылау есімдік, иә. Неге әрі қарай өздерің тауып алыңдар, иә. Дәптерге көшіргенде қатесіз, әдемі, таза көшіруге тырысамыз. Ережені жаттаймыз, тапсырмаларды орындаймыз. Кері байланыс күтемін сіздерден, оқушылар. Біз есімдіктер тарауын бүгін мен аяқтаймыз. 7 есімдік бар дедік, оны атап өттік, иә. Біз тек осы неде, осы 7-ші класста жалпылау және болмыстық есімдігін не тоқталып жатырық. Барынша ережелерді жаттап аламыз, тапсырманы орындаймыз. Сау болыңдар.